Баланың күнделікті тамақ рационына ешкі сүтін енгізгіңіз келе ме? Көп адамдар ешкі сүтінің денсаулыққа пайдасы орасан зор екенін ежелден білген. Мәселен, ол туралы алғашқы жазбалар ежелгі грек аңызында кездескен. Шын мәнінде ешкі сүті дәрумендерге бай, тіпті ана сүтінде алмастыра алатын теңдессіз сусын болып табылады. Десе де оның пайдалы қасиеттері көп болса да, кей жағдайда нәресте денсаулығына зиян тигізуі де мүмкін. Осы орайда бүгінгі материалда ешкі сүтінен қай уақыттан ішкен жөн және қандай жағдайда одан бас тартқан абзал деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Ешкі сүтінің балалар денсаулығына пайдасы қандай? Осыдан бірнеше онжылдықтар бұрын сәбилерді жасанды ұнтақ сүтімен емес, ешкі сүтімен өсірген. Себебі ешкі сүтін адамдар сиыр сүтіне қарағанда нәресте үшін жеңіл қорытылатын әрі пайдасы ұшаң теңіз сусын деп қарастырылған. Ешкі сүті гипоаллергенді әрі ана сүтіне құрамы жағынан ұқсас келеді. Сол себепті шақалақтар мен ересектер үшін де ешкі сүті төмендегі қасиеттермен пайдалы деп есептелінген. Иммундық жүйені нығайтады, асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді, тірек қозғалыс жүйесінің жұмысын жақсартып, рахиттің алдын алады, жүрек жұмысын жақсартады. Ешкі сүтінің емдік қасиеті оның құрамымен тікелей байланыстырылады. Мәселен, ешкі сүтін отадан кейін немесе күрделі ауруға шалдыққан науқастарға аурудан кейін денсаулығына қалыпқа келтіруге көмектеседі. Ал оның құрамында йодтың көп болуы балалардың әлі қалыптасып үлгермеген қалқанша безін қорғап, ми жұмысын жақсартады. Егер балалар диабетпен ауырса немесе тағамнан уланып қалса, онда олардың диеталық тағамдарының қатарына дәрігерлер міндетті түрде ешкі сүтін қосады. Сондай-ақ ешкі сүті асқазан қышқылы шамадан тыс көп болған жағдайда асқорыту жүйесі ағзаларының жұмысын жақсарту үшін де пайдаланылады. Көптеген жас ана үшін ешкі сүті термикалық тазартудан өткізген кезде ол өзінің пайдалы элементтерінен айырылып қалады деп ойлап жатады. Десе де әрдайым шикі сүттің гельминттер, бактериялар мен инфекциялар ошағы болуы мүмкін екенін ұмытпағаныңыз жөн. Қайнатылған сүт өзінің кейбір пайдалы элементтерін жоғалтса да, ол стерильді таза болады, әрі ағзаның қандай да бір ауруға шалдығуына жол бермейтін болады. Қайнатылмаған ешкі сүтін оның сапасы мен тазалығына күмән келтірсеңіз, балаларға беруге болмайды. Ешкі сүтінің балалар денсаулығына зияны бар ма? Ешкі сүті пайдалы болғанымен, оның шамадан тыс қолдану денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Оның пайдалы элементтері мен гипоаллергенді құрамына қарамастан, кейбір жағдайда ешкі сүтін ішуге тыйым салынады. Мысалы, дисбактериоз немесе ішектің дұрыс жұмыс істемеуі, эндокринді жүйенің бұзылуы немесе нәрестеде артық салмақ болса, ұйқы безінің дұрыс жұмыс істемеуі, бала денсаулығына байланысты ешкі сүтін ішуге болмайтын жағдайлар, 9 айға толмаған нәрестелер, көптеген жас ананың кеуде сүті қайтып кетеді. Мұндай жағдайда ана сүтін болмағанымен, сәбиді сүтпен қоректендірудің маңызы зор. Сол себепті осындай жағдайда көбінше ешкі сүтін пайдаланып жатады. Сол үшін ешкі сүтін бірде-бір консистенциялы сумен араластырып берген дұрыс. Мұндайда келесі кеңестерге құлақ түріңіз. Ешкі сүтінің кабортқа бай болғанымен, онда фолий түзілулері болмайды. Ал оның жеткілікті деңгейде болмауы бала ағзасында анемияның пайда болуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Сүтте фосфор көп көлемде болғандықтан, сәбидің бүйрегінде салмақ түсуі мүмкін. Ешкі сүтіндегі калория мөлшері 66-7, 100 грамм болғанымен, ол ағзаға тез сіңіріледі. Липаза ферментінің болмауы салдарынан сүт майы ыдырамаған күйі қалады. Егер сүттен қылшық немесе лайды көрсеңіз, мұндай сүттен бас тартқаныңыз абзал. Кейде тіпті ешкі малының қожайындары ағзасында қандай да бір ақауы бар ешкінің сүтін сауып сатып жатады. Үй жануарларының арасында ең көп тарайтын аурулардың бірі бруцеллез. Ешкі сүті балалар ағзасының дамуы үшін пайдалы әрі емдік қасиеті көп сусын.
Алайда сәбидің тамақтану мәзірін жасағанда барлық фактураларды ескеріп, бұл мәселеге зор жауапкершілікпен қарау керектігін ұмытпаңыз. Ең бастысы сәбиіңіздің жасы, нені қалайтынын, ағзадағы ерекшеліктерін ескеріңіз. Ал егер ешкі сүтіне қатысты күмәндарыңыз болса, онда міндетті түрде педиатрмен кеңесіңіз. Егер сіздерге айтылған ақпарат көңілдеріңізден шығып жатса, қолдау білдіру мақсатында арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді өтінемін.